Мына Мария массажына келдім. Бүгін 7-ші күн емімді алып болып жатырмын. Өзіме ұнап жатыр, жақсы. Қызымыз екеуміз келді. Қызым да мұрнынан аллергия, постоянно басым деп аптеканың нелерін алып жатады ғой. Осынан порошогын алып, имбирь шайын алып, жақсымыз вообще. Мен айтам, осы Алматыда тұрсам, мен ай сайын келейін тұрған сияқтымын. Күшті ұнап жатыр. Сосын сотқа қарағанда көзімізге очки тағып, бүйтіп зрениені қараймыз ғой, бұлдырлап дым көрінбейтін еді, көзіміз ашылып. Сосын мынандай қалың киім кие алмайтын едім, тек вечно тер шылқиды. Қазір қалың киімнен де тоңып отырмын. Терілерім жайлап басылып, жақсымыз ұнап жатыр. Именно менің мына басымнан табаныма дейтін сау жерім. Мәриям ханым тек бір рет ең бірінші беткенде, мына кісі сау жері жоқ. Не де болса бір жеріне бірдеме батып келген адам одан басқа келмейді дедіңіз ғой. Сол. Сол қыздарыма да айтып жатырмын. Мен де қыздарыма айтып жатырмын, келгеніме де өкінбеймін. Вообще массажды бәрін өмірімде бірінші рет алып тұрмын. Айтатын жоқ, сөзбен жеткізе алмаймын. Күшті жақ айттым ғой, сотканы дұрыс бұлдырлайтын еді, қазір ап-анық көрініп тұрады. Жаңа де салдырып отыр. Иә. Күшті. Сол іште қыздар да айтып жатыр, не деп қап-қара болып келіп едім, кішкене ағарып жақсы болып келді. Ақтаудан келдім, Ақтаудан. Ішіңізді тазалаттыңыз ғой? 2 рет тазараттым, ішіне шықпаған зат жоқ. Ана компьютерден тек өтіп жатыр ғой. Рахмет, сіздер еңбектерін, жемістерін көріңдер. Біздер сияқты ауырып келген адамдардың бәрін емдеп, жасартып, осылай күліп шығарып сала беріңдер. Көп рахмет.